Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Айсұлу. Бүгін сіздермен винегрет салатын дайындаймын. Бұл салатты барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын, бірақ мен сіздерге салаттың дәмін ерекше қылып тұру үшін жасайтын өз рецептімді көрсетемін. Ең алдымен қызылша, сәбіз, картопты суға пісіріп аламыз және капустаны жіңішкелеп ұзынша қылып турап, тұзбен жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Жаңағы барлық көкөністерімізді шаршы қылып уақтап турап аламыз. Осылайша барлығын турап, үлкендеу ыдысқа салып, үстіне капустамызды салып, және тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Винегрет салатын жасағанда көбіне жуа қосып жатады. Ал мен бұл салатқа сарымсақты майға қуырып алып қосамын. Сол кезде салатымыздың дәмі ерекше болады. Салаттың жасалу жолы өте оңай. Сіздер де отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Достар, егер менің видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар және достарыңызға таратыңыздар. Сау болыңыздар.